Тақтасы 64 шаршыдан тұратын екі ойыншының өзара жүрісімен жеңімпазы анықталатын ақыл ойдың санамалап есептеудің арқасында қызу тартысқа түсетін шақ және мат сөздері жиі қолданылатын ойын түрі, айтпасақ та шахмат екенін білесіз. Конституция күніне орай ұйымдастырылған облыстық және қалалық сот қызметкерлерінің балалар арасындағы сайыста да қатысушылар дәл осы ойын түрінен бақтарын сынады. Ең жас қатысушылардың жасы 6 мен 7 жаста. Балақайлар ата-анасының жұмыс орнына келіп, сайысқа қатысқандарына дән риза. Әлімхан Бақытбекұлы 6 жаста. Шахмат ойынын үлкендерше ойнайды. Құдды бір шахмат шеберінен дәріс алғандай. Бір қарсыласынан жеңіліп, бір қарсыласын ойсырата жеңіп, жеңіске жетті. Әлімхан байқау қорытындысы бойынша шахмат сайысында 2-ші орынды қанжығалады. Мен әкенің жұмысынан сайысқа шахматқа келдім. Мені шахматқа әжем етті. Әлімханмен бақ сынасқан өзінің үзеңгелесі Өтегенов Әлімжан да осал емес. Атасынан шахмат ойнауды үйренген балақай 3-ші орында місе тұтты. Я Алимжан, и я пришел маме на работу поиграть в шахматы. Меня научил ата. Я 1 раз победил, 1 раз поиграл. Мәнерлеп оқу десе, ішкен асын жерге қойып, ұйып тыңдайтынымыз қанымызда бар. Бүгінгі сайысқа келген қатысушылардың дайындығы сөзсіз керемет. Тіпті арнайлап қазақы нақыштағы костюмдерінде киген. Тәуелсіздік турасында өлең оқыған Асқар Сабина Талдықорған қаласынан жазғы демалысқа сыр еліне келген. 3-ші сыныптан бастап әртүрлі облыстарға мәнерлеп оқу сайыстарында 1-ші орынды иеленіп жүрген ару бұл жолы да дайындығым жоғары деңгейде. Өзгелерге сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін десті. Мен 6-ші сыныпта оқимын. Мен бүгін әжемнің жұмысына келіп, осы ата заң туралы конкурсқа қатыстым. Мен жақсы орындадым. Менің тақпағымның аты Тәуелсіздік таңы, авторы Манабаева Набат Тұрсынбайқызы. Осы тақпақты алғаннан кейін мен бұл тақпақта 1-ші конкурста айттым. Және бұл 1-ші конкурста бұл Алматыда болды. Алматыда 80-нен астам балалар болды. Ол балалардың ішінен мен 1-ші орын алып шықтым. Сурет салу, шахмат, математикалық есеп пен мәнерлеп оқудан 5 пен 10 жас аралығындағы балалар арасындағы алғаш ұйымдастырылған ата заңым айбарым деп айдар таққан шараның бұл бастамасы. Ары қарай жалғасын өзге де сайыстармен толықтыратын боламыз десті ұйымдастырушылар. Өздеріңіз тамашалағандай, жаңа мәнерлеп оқуға қатысқан балалар да бар. Математикалық бойынша 2 топқа бөлдік. Ол 5 жас пен 7 жас арасында және 8 жас пен 10 жас арасында. Ол жерде логикалық есептер және кәдімгі есеп шығару балаларға. Енді балалардың өнері асып тұрғанын көріп жатырық. Бәрі ынталанып, бәрі қатысып жатыр. Атсалысып, ата-аналары да жақсы қатысып жатыр. Бұның ең бірінші жаңағы шыңдауға балаларды. Қай жерде болмасын, қандай кішігірім конкурс болсын, балалар қатысып шыңдалып, өзінің елге үлес қосуын, атсалысуын осы кішкентай бала кезінен тәрбиелеу деп сондай мақсатта біз дайындадық. Математикалық ойыннан біз ғана бөліп отырық. Жаңағы сон сурет бойынша, оны жаңағы координатордың ұсынысы бойынша, себебі балалар жас ерекшелігі бар және жақсы салған балалар көп қатысқанына байланысты 1-ші орын 1 болса, 2-ші орын 2, 3-ші орын 3 адамға беріледі деп солай шештік. Номинация бойынша өйтіп отдельно номинация болмайды, тек қана 1-ші, 2-ші, 3-ші орын. Одан кейін жаңағы атсалысқан үшін барлық балаларды ешқандай көңілсіз жібермейміз. Барлықтарына арнайы сыйлық бар, қатысқандарға да, орын алғандарға да арнайы сыйлық бар. Оның бәрін біздің Қызылорда облыстық судьялар одағының қамтамасыз етуімен арналған сыйлықтар. Конституция күніне орай салтанатты шара ұйымдастырумен шектелмеген облыстық қалалық сот қызметкерлерінің балалар үшін сайыс өткізудегі басты мақсаты бала елдің болашағы. Ал болашаққа барлық жағдай жасау біздің міндетіміз дейді сала мамандары. Мереке Серікболқызы, Айдос Исаев, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.